Қадірлі көрермен, біз эфирімізді жалғастырамыз. Күні кеше еліміз тәуелсіздік күнін атап өтті. Елдігіміздің нышанына айналған бұл мерекені халықаралық болашақ стипендиясының иегерлері де атап өткен еді. Білім қуып, шетел асқан жастарымыз егемендік күнінде бас қосып, елге ыстық сәлемде жолдаған екен. Ендеше алдымен видеоға зер салайық. Сәлем Қазақстан! 16 желтоқсан тәуелсіздік күні. Кардиф қаласындағы болашақ бағдарламасының студенттері сіздерді 16 желтоқсан тәуелсіздік күнімен шын жүректен құттықтайды. Тәуелсіздік біздің асыл құндылығымыз, ұлт ретінде дамуымыздың негізі. Біз заманауи білім алып, елге қызмет етуді мақсат тұтамыз. Қазақстанның абыройын көтеру, дамуына үлес қосу біздің азаматтық борышымыз. Тәуелсіздік күні құтты болсын! Бәрекелді дейміз, әрине өте бір жақсы, сондай бір жылы эмоция сыйлайтын бейне сәлемдеме екен. Жалпы Ұлжан, осы болашақ бағдарламасының стипендианттары мен университеттегі қазақстандық студенттер бейресми кездесулерді жиі ұйымдастырып тұрады екен. Бұл Қазақстанды халықаралық білім кеңістігінде таныстыруға және шетелдегі қазақстандық студенттерге дербес коммуникациялық қауымдастық қалыптастыруға нағыз мүмкіндік деуге болады. Бұл шаралар болашақ бағдарламасының амбассадоры жобасы аясында іске асып жатыр. Аталған жобаны халықаралық бағдарламалар орталығы болашақ бағдарламасымен білім алып жүрген студенттерді қолдау мақсатында қолға алған. Дұрыс айтасың, жалпы статистикаға көз жүгіртсек, бұл жобаға қатысуға 100-ге жуық өтінім түскен, нәтижесінде 36 амбассадор іріктеліп алынған екен. Нақтырақ айтсақ, бүгінгі таңда болашақ бағдарламасының амбассадоры жобасы аясында ақш-та 20, Ұлыбританияда 9, Австралия, Ресей Федерациясы, Германия, Франция, Мажарстан, Польша мен Сингапурда бір амбассадордан бекітілген. Жалпы осы уақытқа дейін болашақ бағдарламасы аясында 13 мыңнан аса маман даярланған екен. Ендеше шетелде білім алып тәжірибе жинап жүрген осы жастарымыздан күтеріміз көп дейміз. Талапты әрі талантты студенттеріміз алдағы уақытта офтальмолог Мұхит Құлмағанбетов сияқты ғылыми Оскар иеленсін деген тілек бар. Дұрыс айтасың, Еламан. Ендеше көрерменді де құлағдар етейік. Қазақстандық көз дәрігері Мұхит Құлмағанбетовтың Энтоптика стартапы Гонконг пен Азиядағы беделді технологиялық марапаттардың бірі Гонконг ақпараттық және коммуникациялық технологиялар сыйлығында әлемдік деңгейде мойындалды. Оның жобасы ICT Startup Award Hardware and Device номинациясы бойынша үздік деп танылды және Slope атты инновациялық құрылғысы алтын жүлдені жеңіп алды. Қазылар алқасы бұл технологиялық жобаның медицина үшін маңыздылығын ерекше жоғары бағалап отыр. Ендеше дәл қазір Мұхит Құлмағанбетовтың өзі бізбен Zoom арқылы Гонконгтан байланысқа шыққалы отыр. Қайырлы күн. Ассалаумағалейкум, Мұхит. Қайырлы күн, уағалейкум ассалам. Өтіп кеткен еліміздің тәуелсіздік күні құтты болсын, келе жатқан жаңа жылда құтты болсын. Өзіңізге де мерекеміз құтты болсын дейміз. Енді осы бір жүлдеңіз жайлы айтайық, жүлде құтты болсын дейміз сізге. Енді тілге тиек еткен Slope құрылғысы қалай жұмыс істейді? Бізге түсінікті тілде айтып берсеңіз, содан бастайық. Жалпы енді сіздер білесіздер ғой, мысалы көз дәрігерлеріне барған кезде көз дәрігерлері бірнеше түрлі құрылғылармен адамның көздің көру қабілетін немесе оның жағы ішіндегі қысымын немесе басқа функцияларды зерттеуге арналған, бірақ біздің Slope'тың ерекшелігі ол мынау поляризациялық сәулені пайдалану арқылы, оның үстіне оның кванттық жағдайын өзгерте арқылы көздің түбіне бағытталады. Біздің көздің түбінде өздеріңіз білетіндей торлы қабық бар. Ол біздің көзіміздің ішіндегі сенсор сияқты, сол жерде ақпараттар, жалпы сырт әлемдегі ақпараттар қабылданып, одан кейін барып мимен байланыстырып отырады. Сол ол тор қабықтың дәл ортасында макула деген жер бар. Ол макула дегеніміз біздің ортаңғы көретін жаңағы аймақты жауап береді. Біздің негізгі көру қабілетіміз сол макуланың қызметіне байланысты. Енді сол макуланың кейде макулярлы дегенерация немесе дистрофия деген аурулар пайда болуы мүмкін. Олардың негізгі симптомдары адамдардың көру қабілетінің нашарлауы. Бірақ көру қабілетінің нашарлауының алдында
бірнеше симптомдар болады. Оларды қазіргі күні ешқандай диагностикалық аппаратпен тексере алмаймыз, бірақ осы біздің құрастырған жаңа өзіңіз айтқанда slope деген құрылғымыз, енді ол да аббревиатура, негізі SL деген structured light деген сөз білдіреді, одан кейін observation, perception and evaluation деген сондай құрылғыны ойлап таптық. Енді ол құрылғының қазір прототип дәрежесінде, бірақ болашақта осы құрылғы арқылы көздің жаңағы торлы қабығындағы ауруларды ерте анықтауға, ерте диагностикалауға арналған. Енді мына марапатыңыз туралы айтайық. Hardware and Device номинациясы бойынша үздік деп танылдыңыз. Қандай әсерде болдыңыз? Енді бұл жерде енді біздің бұл негізі бірінші жеңісіміз емес, бұған дейін де бірнеше мемлекеттерде, бірнеше жерлерде осындай сияқты сайыстарға қатысып, алтын жүлделі болған жалпы топ болғандықтан үйреншікті жағдай болғанмен, бірақ бұл жердегі бұл жаңағы сайыстың маңыздылығы, бұл жаңағы жеңістің маңыздылығы осы Гонконг бойынша 2025 жылғы ең үздік стартап болып саналдық. Бұл бізге тек қана жүлде ретінде ғана емес, болашақта жаңағы жеке инвестиция арқылы немесе мемлекет тарапынан көмектер, қосымша жаңағы осы нелермен, медиалармен, халықпен диалогқа бізге көмектесетін мүмкіншілік, оның үстіне шетелдегі басқа да болып жатқан осындай жарыстарға немесе конференцияларға қолдау көрсетеді. Сондықтан қуанышымыз көкке жетпей тұр. Бұл жалпы жүлденің ұйымдастырушысы осы Гонконгтың үкіметі, жергілікті олар жыл сайын әртүрлі категория бойынша өткізеді. Оның ішінде бөлекшеленген ол жаңағы software дейміз, жаңағы бағдарламаларға байланысты, оның ішінде hardware device деген бар. Енді өздеріңіз білесіздер, Гонконг ғылыми технологиялық өте дамыған аймақтардың бірі болғандықтан, бұл жерде конкуренция жалпы өте жоғары. Сондықтан мұны ұтып алудың өзі оңай емес, бірақ ұтып алғаннан кейін көптеген жаңағы қолдаулар болашақта болады деген үміттеміз. Енді ғылыми Оскар деп жатамыз ғой, ғылыми Оскар алғаннан кейін өзіңіз айтқандай кәсіби мансабыңызда бір үлкен өзгерістер болатын шығар. Жалпы осы бір жобаңызға қызығушылық танытып отырған мемлекеттер бар ма? Қазақстанда бұл жоба, бұл құрылғы қаншалықты қолжетімді болуы мүмкін? Әрине, енді қазір қызығушылықтар көп деп айтсам, кішкене шындыққа сәйкес болмауы мүмкін, өйткені біз енді ғылыми жобадан прототипке енді болашақта осының функционалды түрін таныстырып, жалпы дәрігерлердің күнделікті тәжірибесіне кіргізгіміз келеді. Бұндай технологиялар бір мезетте жалпы әлемдік болып кетуі де оңай емес, өйткені дәрігерлер олар өте консервативті халық болғаннан кейін өздерінің пайдаланып жатқан қазіргі құрылғыларына көбірек сенеді, жаңадан шыққанға қарағанда. Бірақ болашақта жалпы нарыққа шығып, көптеген жерлерге жеткізгіміз келеді. Енді оның өзімнің жеке айтып жатырмын ғой, жаңағы әлеуметтік желілерде де жалпы Қазақстанға жеткізу үлкен арманым, өйткені осы аурудың ерте диагностикасын ешқандай құрылғы жасай алмағандықтан көптеген адамдар ол аурудың бар екенін білмеуі де мүмкін. Жалпылама мысалы статистикаға қарағанда осы Гонконгтың өзінде 7,5 миллион адам болса, соның 0,5 миллионы осы аурумен осы күнде шалдығады екен. Сондықтан енді болашақта жалпы тезірек елге жеткізіп, жалпы скрининг ретінде, диагностика ретінде сондай құрылғы алып келуге тырысамыз. Енді ол өзімнің жеке мақсатым, ары қарай көре жатармыз. Осы құрылғыға енді қазіргі уақытта қандай да бір сынақтар жүргізілді ме? Нәтижелері қандай? Дәл қазір енді біз бірнеше ғылыми директор жинап, оларды мақала ретінде жаздық. Енді сіздер білесіздер, бұл жалпы идеядан соңғы өнімге дейін бірнеше сатыдан өтеді. Идея, одан кейін патенттелеу, одан кейін ғылыми жұмыстар жасау, одан кейін барып оның нәтижелерін мақала ретінде шығару, одан кейін барып жаңағы прототипті құрастыру, прототиптен кейін жаңағы өнімге айналдыру, жаңағы регуляторлық механизмдер дейміз, солардың барлығын алу қалып тұр. Енді біз қазір прототиптен сол өнімге дейінгі кезеңінде тұрмыз. Жалпы енді біз бірнеше зерттеулер жүргізген кезде көбінесе жаңағы оң нәтижелер алдық. Қазір прототипімізді бірнеше жеке жаңа көз клиникаларына қойдық, Гонконг пен Канададағы. Ол жерлердегі дәрігерлер өздерінің күнделікті тәжірибесінде пайдалануға тырысып жатыр. Бізге өздерінің жаңағы ойларын айтып, қалай оны жақсартуға болады деген сияқты солай серіктесте жұмыс істеп жатыр.
Енді Мұхит мырза, жалпы өзіңіз жайлы да толық ақпарат білгіміз келеді. Енді қазір сол Гонконгта білім алып, өзіңіздің кәсіби деңгейіңізді шыңдап жатырсыз ғой. Отбасылысыз ба, жалпы елге оралу мақсаты бар ма деген сияқты сұрақтарды қойғымыз келеді. Әрине, отбасылымын. Жалпы енді қазір бірнеше жыл шетелде тұрып жатқаннан кейін отбасымен бірге шетелдемін, бірақ болашақта жалпы Қазақстанға оралғым келеді. Енді біз қазір бәрібір жаңа өздеріңіз атап айтқандай стартаппен жаңағы айналысқанмен, бұған дейін біз енді ғылыммен айналыстық. Сондықтан ғылыми жұмыстарды да ете жалғастырғым келеді. Бізде қазір Қазақстанда бірнеше мықты ғылыми университеттер бар. Сол университеттердің қабырғаларында жүріп, өзіміздің жаңағы қазақтың физиктерімен, қазақтың дәрігерлермен бірге ғылыми жұмыс жасағым келеді. Бірақ ғалым болар алдында дәрігер болдым. Сондықтан елге оралып, дәрігерлік көмегімді атқарғым келеді. Енді жоспарлар көп. Енді елге оралу жоспарын ақырындап дайындалып жатырмын. Мүмкін жақын арада түбегейлі Қазақстанға келіп, тек қана дәрігер немесе ғалым ғана емес, жалпы кәсіпкерлікте де басқа жақта да алып жүретін үлкен мақсат бар. Мұхит мырза, енді Қазақстанда дәрігер болып жұмыс істедім деп айтып жатырсыз. Қазір шетелдесіз, шетелдік және қазақстандық мамандардың арасында жалпы салыстырмалы түрде деңгейі қандай деп айта аласыз? Қандай баға бересіз? Офтальмология саласына мүмкін салыстырмалы түрде қандай көзқарас білдіресіз? Енді барлық сала жайлы айта алмаймын, бірақ жалпы офтальмология саласын айтатын болсақ, біздің сала жалпы түбегейлі өте тез дамитын сала. Өйткені қазір кез келген офтальмологтың қолында 5, 10, 15 түрлі жаңағы құрылғылар бар. Олардың әрқайсысы өте мықты жалпы құрылғылар. Енді біздің Қазақстанның офтальмологиясы шетелдің офтальмологиясынан ешқандай да қалмаған. Бізде Қазақстанда емделе алмайтын аурулар, ол өкінішке орай басқа елдерде емін табу қиын. Енді біз айтамыз, медицинаның бірнеше сатылары бар. Оның жаңағы бастапқысы ол жалпы тәжірибедегі дәрігер, одан кейін барып жаңағы мамандандырылған дәрігер, ол жаңағы офтальмология деген сияқты. Одан кейін барып оның үстінде ғылыми, жаңағы технологиялық интеграция. Сондықтан енді біздің Қазақстан жалпы тәжірибедегі дәрігерлер және мамандандырылған дәрігерлер, квалификациялық дәрігерлер, олар өте мықты көмек көрсете алады. Мысалы, салыстырмалы түрде бұған дейін Гонконгқа дейін Ұлыбританияда тұрдым. Мысалы, Ұлыбританияда бас ауырса да, іші ауырса, тіс ауырса да бір парацетамолмен емдейді. Бірақ біздің қазақстандық дәрігер ол тек қана бір ғана дәрінің аймағында ғана емес, ол жалпы науқастың жаңағы түбегейлі емдеуге тырысады. Біз айтады, біз ауру емдейміз, біз науқасты емдейміз деген сияқты. Сондықтан Қазақстанның медицинасы жалпы мынау дәрігерлік клиникалық тұрғыда өте жақсы дамыған. Ендігі жалпы прогресс негізі енді ол күтілуде, ол тек қана мынау ғылыми жақта. Біз енді білеміз ғой, мысалы кейде айтады, осындай ауруды осы жақта емделіп жатыр. Ол ондай жаңалықтардың артында негізі көбінесе эксперименталды диагностика немесе эксперименталды терапия болады. Сондықтан олардың барлығы түбегейлі клиникалық тәжірибеде болмағандықтан бізге бір шетелдік медицина бір күшті сияқты көрінеді, бірақ жалпы ол өзіміздің елде де ондай жасауға мүмкін. Ол үшін ғылымды дамыту керек, жалпы ғылыми қорытындыларды күнделікті клиникаға енгізу интеграциясын жақсартса, мысалы біздің елімізде шығып жатқан ғылыми жетістіктерді жалпы пайдаланып, еліміздің медицинасын одан сайын көтеруге болады жалпы. Жақсы, рахмет. Енді Мұхит мырза, қазір біз айтып жатырмыз, офтальмологиялық аурулар жас талдамайтын болып қалды. Жастардың арасында, балалардың арасында да жиі кездеседі. Оған себеп гаджет, смартфон заманы дегендей. Қарапайым көздің саулығын сақтауға көмектесетін ережелер, қағидалар бір бөліссеңіз. Жалпы енді мынау енді үлкен кісілердің арасында макуляр дегенерация, глаукома жиі кездесетін болса, бірақ жастардың арасында көбінесе ол миопия дейміз, жаңа алыстан көре алмаушылық және көздің құрғақ синдромы жиі кездеседі. Енді осы екі жаңағы ауытқудың негізгі түпкірі ол адамның жалпы өмір сүру салтының өзгергені. Енді бұрын соңды барлығымыз бүкіл отбасы болып бір экранға қарап, белгілі бір кешкі уақытта ғана, күніне 2-3 сағаттан артық емес
теледидар көріп көзіміздің аурулары аз болғандықтан қазір керісінше әрқайсымыздың бірнеше гаджеттеріміз бар, оларды жиі қолданамыз. Жалпы гаджетке, экранға қарап отқан көздің мысалы жыпылықтауы ол бірнеше есе азаяды. Сондықтан мысалы жалпы 1 минутта егер 20-25 рет көзді ашып жұматын болсақ, экранға қарағанда 10-15-ке дейін түсіп кетуі мүмкін. Сондықтан көздің ашылып жұмылуы азайғаннан кейін көздің бетінің жасы өзгермейді, сондықтан көздің беті құрғауы мүмкін. Сондықтан ол құрғақшылық қалып келуі мүмкін. Сондықтан көп адамдар қазір көздерін жиі уқалайды, ұстайды, өйткені көздің бетінде құрғақшылық сезім болады. Ол бір жағынан, екінші жағынан әсіресе мынау жастар, балдардың көздері, жасөспірімдердің көздері 20-25 жасқа дейін өседі ғой. Жалпы сол 25 жасқа келгенде көздің жалпы өсуі тоқтайды, бірақ оған дейін егер көзге күшті көп сала берсе, көзге мысалы жақын арадағы объектілерге жиі қарап, көздің гигиенасын сақтамаса, онда көздегі аккомодация өзгереді. Содан кейін барып ол алыстан көре алмаушылық қалып келеді. Жалпы соның себебінен жалпы Азия елдерінде өте көп осындай алыстан көре алмаушылық статистика бойынша өте көбейіп бара жатыр. Енді бұл жалпы болашақтың мәселесі, қазірдің өзінде өте көп. Рахмет, Мұхит мырза, ақпаратты бөліскеніңізге, байланысқа шыққаныңызға. Енді тағы да құттықтай кетейік. Ғылыми Оскарыңыз құтты болсын, аман болыңыз.